Дүниенің ішінде атақ, мансап, байлық көп қой. Соның ішіндегі өте бір қауіптісі бар екен. Соны жеке алып шығып сөйлейді Пайғамбар Ваттақун ниса, әйелдерден абайлаңдар дейді. Шайтанның ең массовый поражениеға дейін апаратын қаруы ол. Құлатады еркектерді. Ол солай жаралған Алланың сынағы. Егер ол жаңағы байрақатқа толғаннан кейін Алла тағала бұйырған кимешек жаулығынан ажырақпаса, ол енді біраз нәрсені қозғап жібереді. Үлкен батыр еркектердің мойындары бүйтіп көтеріле бастайды. Сондықтан абайлаңдар дейді әйелдерден. Инна ауала фитнати бани Исраиля канат фин ниса. Сендерден бұрын Тәуратқа ие болған Исраил ұрпақтарын Алланың жолынан тайдырып жіберген ең әуелгі фитна әйелдерге қатысты болған дейді. Ал енді бұл дүниенің ішіндегі ең қауіптісі осы әйелдер болса, дүниедегі берілген нәрселердің ең қайырлысы да әйел екен. Қандай әйел деген кезде, дүния матаун, дүние деген ол саған қызықтауға берілген нәрсе, пайдалануға берілген нәрсе, адал жолыңмен әр нәрсені ва хойру матағиха әл-мар'ату солиха дейді. Оның ішіндегі ең қайырлы қызық ол салиқалы әйел дейді. Салиқалы әйелді шайтан құрал қылып пайдаланамайды. Ал басқаларды жаңа білімсіз болғаннан кейін, ақырет түсінбегеннен кейін оны құралға жібереді. Сондықтан ол көп жарнамаларда қатысы жоқ, әйел затының мүлде қатысы жоқ бір жарнамаларда ол қатысып жүреді.